Сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Адамның өкпесі және Enel компаниясының өнімі прана шайы туралы айтатын боламын. Еркін тыныс алу өмірдің негізі. Өкпеден орасан зор ауа массасы өтіп, секунд сайын ағза, ми мен жүректің, бүйректің дұрыс жұмыс істеуіне аса қажет оттегімен қамтамасыз етіліп отырады. Тыныс алу жолына түскен тұмша мен никотиннің жолындағы бірінші тосқауыл өкпе болғандықтан, ол бәрін өзіне тез сіңіріп алады. Сол себепті әр шеккен темекі, әр көліктен шығарылған газ өкпенің үстіне өзінің лас ізін қалдырып кетеді. Прана шайының құрамындағы шөптер тынысты ашып, өкпені тазартып, оның жұмысын жақсартады. Мия тамырының иммунтүрлендіргіш және адаптогендік әсер беретін қабынуға қарсы әрекет ететін қасиеті бар. Бұл сусын өкпені шайыр мен шаң тозаңнан біртіндеп тазартуға, тыныс алу жолдарындағы тіндерді қорғауға, сырқаттан кейін өкпе тінін тез қалпына келтіруге, сырқаттың дамуын тоқтатуға үлкен көмегін тигізеді. Бұл шай тәтті әрі жанға жайлы дәмімен, жұпар иісімен адамды өзіне баурап алады. Прана шайының құрамына үнді қара шайы, мия тамыры, хош иісті бұрыш дәндері және апельсин қабығы, қалампыр қосылған. Қара шай әл береді, тамыр қабырғасын нығайтады. Мия тыныс алу жолдарындағы эпителийдің сөл бөлу қызметін жақсартуға көмектеседі, қақырықты сұйылтады және жөтелді жеңілдетеді. Мияның вирусқа және бактерияға қарсы әрекет ететін қасиетінің арқасында тыныс алу мүшелеріне жақсы әсер етеді. Хош иісті бұрыштың антисептикалық әрі қақырық түсіретін әсері бар. Апельсин әл береді. Микробқа қарсы әсер ететін де қасиеті бар. Қалампыр тыныс алу жолдарының әртүрлі ауруларына шалдыққанда тынысты ашу үшін қолданылады. Паразиттерге, микробтарға, жүрек айнуға қарсы әсер ететін, ауырғанды басатын қасиеті де бар. Достар, видео сіздерге пайдалы болса, YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Сау болыңыздар.